Сәлем, бүгін біз каналымызда қызғылт түсті фламингоның суретін саламыз. Ең алдымен басынан бастаймыз. Кейіннен мойнына және дене бітіміне көшеміз. Мойнның басының ішкі жағы, яғни мойнның ішкі жағын слай аққудың мойны секілдес қылып салып аламыз. Кейіннен тұмсығына көшеміз. Фламингоның тұмсығы өте ерекше басқа құстардыкіне қарағанда, бірақ өзіне жарасымды. Кейіннен бұл жерде кішкене қателік кетті. Ол қателікті тез дұрыстап жібердім. Қателік жасаудан қорықпаңыздар. Өшіргіш бізге көмекке келеді. Кейіннен мұрнын, яғни тұмсығының элементтерін бірден салып аламыз. Яғни ұш жағы бізде қара түсті болып келеді, ал негізгі бөлімі сары түсті болып келеді екен тұмсығының. Енді көзі, беті, яғни басының бөлімі осылай өзгеше түс болып келеді. Көзі, кірпіктері және де бетінде болатын элементтерді салып өтеміз. Өте әдемі қыз. Суретіміздің соңында шығатын сурет міне экранымыздың сол жағында тіркеліп тұр. Мына жерде шамалы кішкене басы жағын дұрыстап жіберу керек екен. Дұрыстадым. Әдемі шығады. Міне енді керемет болады. Денесінің бөлімінде, яғни бұл әшекей элементтері табиғат аясындағы фламингоның арқа жағында, денесінің негізгі бөлімінде гүлдердің, жапырақтардың көріністерін салып өтеміз. Яғни бұл декор элементтері. Оны әртүрлі қылып салсаңыздар да болады. Бұл тек қана сіздің талғамыңызға ғана байланысты. Енді барлық суреттің бойындағы декор элементтерін салып шығамыз. Бұл құсымыз таза бір ханша емре секілді. Бас жағында тәждің орнына бізде гүлдің суреті болады. Қайтадан декор элементтері. Ал денесінің негізгі бөлімінде осындай тастың суретін бейнелейміз. Бұл қанат емес, шатастырмаңыздар. Қызғылт түсімізді алып, бояуымызды алып осылай бояй бастаймыз. Фламингомызды толығымен тұмсығынан басқасын, барлық жерін және де тастан басқасын осы неон қызғылт түспен бояп шықтық.
Ал енді тұмсығын осындай сарғылт түсті, менде неон түсі. Сіздерде ол болмаса, жай сары түсті алып, тұмсығының негізгі бөлімін бояп шығамыз. Неон түсін жаппай тұрып, осылай декорымызда барлық сары түстерін бояп шығамыз. Ендігі кезекте бізде көк түсті біз сумен араластырамыз, себебі бізге қанық көк түс емес, ақшыл көк түс керек. Бұл түспен біз гүлдің, яғни декорымыздың гүлдерін, жапырақтарын және де фонымыздағы құстың фонындағы элементтерді бояймыз. Көк түспен соңғы элементтер, оны бояп болғаннан кейін қызғылт түсті алып, сумен араластырамыз және де қайтадан элементтерді суреттегі декор элементтерін бояп шығамыз. Бұл элементтерді бояу үшін әрине сумен араластыру қажет, міндетті түрде. Енді жасыл түсімізді аламыз. Менде жасыл түсім неон түсі. Жапырақтардың барлығын бояп шығамыз.
Гүлді бояймыз. Гүліміздің жапырақтары көгілдір түсті. Көгілдір, көк түспес болып келеді. Енді тұмсығын бояймыз. Тұмсығы қара болады. Яғни тұмсығының ұшы және де тұмсығының негізінде осындай кішкене сақина тәріздес бөлім бар. Оны көк түспен бояймыз. Суретіміздің соңғы элементтері қалды. Енді барлығын қара түсті бояумен немесе фломастермен контурын жасап шығамыз. Контурды жасап болғаннан кейін суретіміз аяқталды деп айтуға болады. Контуринг жасап жатырмыз. Құстың барлық дене бітіміне, тұмсығына, барлық жеріне контуринг жасап шығамыз. Ең соңында фломастерімізді алып, осындай мұрнының тұмсығында жарқыл және де осындай нүктешелер мойнында және де дене бітімінде осындай нүктешелер саламыз. Ол бізде құстың түкті екенін білдіреді. Егер де осындай суретті салып үйренгің келсе, онда бізбен бірге каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпа. Сау бол!